карниз жалғастырамыз. То есть карнизді қолында декоративный элемент карнизді қоямыз. Так, ол үшін жоғары жақтағы шатырды жасырып қоямыз. Hide selection. Фундаментте де hide selection. Тек өзі стеналар тұрсын бізге. Жоғары жақтан Speed create, потом shapes, line, rectangle мен жасайық, өйткені үй 4 бұрышты. Егер сізде план мындай қисық болатын болса, бір жерінде кішкене шығып тұратын болса, line мен жасайсыз. Start new line дейсіз. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Потом convert to editable spline басамыз. Бізде spline бар, осы линияның бойымен карниз жүргізіп шығамыз. Ол үшін тағы бір модификатор бар. Карниздің профилін сызу керек болады, сосын осымен жүргізе саламыз, сонда бізде модель шығады. Ол үшін жоғары жаққа өтеміз. Мына жерге примерно жақындаймыз. Create, start new line, line. Shift батырмасын басып баратын болсақ, орта режим, автокадтағыдай орта режим пайда болады. 90 градуста сызатын возможность болады. Shift басып тұрамыз, жоғары қарай, былай. Былай. Мұнда қатты правила жоқ, өзіңізге қалай ұнайды, солай сыза берсеңіз болады. Соңында кнопканы Shift жібердім да, и былай жабыстырдым. Окей. Convert to editable spline. Точкаға өтеміз, жоғары жақты ұстадым. Y осі бойынша мынамен тұрлай салдым. Дәл осы жерден кішкене редактировать етуге болады. Түрін былай сәл былай. Мына карниздің профилі. Кішкене мына жаққа жылжытайық. Так, S кнопка. Привязканы өшіріп тастайын. Енді бір точканы алдым. Дәл осы жерде модификатордың несін свитигінде астыға қарай түсеміз. Бізге керегі Pilot. Pilot'ың фаузын аламыз да, былай жылжытамыз. Бір. Аламыз, тоже Pilot жасаймыз. Былай. Жақтан тағы бір рет Pilot. И мына жақтан тағы бір рет Pilot. Мына жерде Pilot жасайық. Карниздің несі бар, профилі. Сосын жоғары жаққа қараймыз. Сызған жаңағы сплайнды таңдаймыз. Модификаторға кіреміз. Так, модификаторның ішінен bevel профиль. Мынаны таңдаймыз. Бастық pig профиль. Профиль таңдаңыз деп тұр. Белгілеңіз. Мынаны бастық. Сразу автоматты түрде карниз жасап. Егер сізде карниз таңдаған кезде, профиль таңдаған кезде ішке қарап шықпауы мүмкін. Сол кезде bevel профильдің ішіне кіресіз. Профиль гизма деген бар. Сосын айналдыру деген басасыз. Былай көрсеңіз, ішке қарай шығып кетуі мүмкін. Сізде осылай тұратын болса, осыны айналдыру арқылы дұрыстап алады. Сыртқа айналдырамыз. Сізге жалпы осындай болған дұрыс. Міне, профиліміз. Бастық, тастадық. Переместить кнопкасын басамыз, жылжытуды жоғары қарай тартып. S кнопканы басам, привязка. Жоғары жаққа қойдым. Перспективалық видқа өтеміз. Unhide all. Біздің үйіміз уже более-менее видке келді. Карниз қойып өтіп уже кәдімгідей әдемі болды. Шатырын до конца доработать етеміз, әдемі қылып.
фронтондарын дұрыстаймыз. Фронтон деген мына жақтағы екі жағы фронтон болып саналады. Мына жерге кіре беріске мындай үш бұрышты тоже осындай примерно көрсетейін сіздерге. Shift басып тұрып копиясын жасаймын. Окей. Енді бастым. Айналдыратын привязка. Айналдырдым 90 градуспен. Алдын 90 градуспен настройить етіп қойған. Былай түсірдім. R кнопка. Масштаб. Масштабты да көрдіңіз бе? Ортасынан ұстап былай жүруге болады. Немесе бір жақпен жүруге болады. Или бір осьтың бойымен. Тоже сондай. Бірақ масштаб бір ненің бойымен болу керек. То есть үшеуін бірге белгілеу керек. Әйтпесе пропорцияны бұзып аласыз. Масштаб еще. Жылыштамыз. То есть біздің шатыр жасайын деп жатқан шатыр примерно осындай сияқты болады. Кішкене интересно. Может, мына жағынан Shift басып тұрып копия. Окей. Кішірейтеміз. Мына жерге бір слуховое окно дейді. Сондай бір екеуін жасап жүреміз ба? Екі мынандай терезе жасап жүреміз. Кішкене әдемі көріну үшін сырттан қараған кезде. Короче, соңында дизайн қалай болады, солай жасаймыз. Әдемі. Бізге қазір шатыр керек емес. Так, терезелердің, есіктердің декорын жасау керек. И бұрыштарға декор жасау керек. Бұрышқа, қабырғаның бұрыштарына мен ойлап тұрмын, рустовый камень деген бар. Кірпіштер тұрады, біреу ұзын, біреу қысқа, сондай жасаймыз, кажется. Есіктің шетіне пилястра. Так, фундамент height. Height selection. Астына белый профильді. Жаңа сызған сплайнды копия жасаймыз. Окей. И мына жақтағы профильді тоже копия жасаймыз. Мына жаққа жылжыттық. Жоғарыдан қараймыз. Мынаны бір молдинг жасап жүрсек, үйдің белінен бөліп тұратын. Примерно мына тұстардан бөліп тұратын бір молдинг жасаймыз. Мен жылдам жобамен сызып жатырмын негізі. Асықпай отырып әдемі қылып жасасаңыздар болады. Жаңа біріншісінде көрдіңіздер қалай создавать еткенін. Дәл солай создавать етуге болады. Так, қайтадан мынаны аламыз, белгілеп. Так, bevel профиль, пик профиль, екіншісі. Жасадық. Және шеттен қараған кезде бізде мынандай молдинг пайда болды. Жоғарыдан қараймыз. Жылжытамыз. Так, бізге артық нәрсені бәрін өшіріп тастайық, чтобы спокойно қойып алу үшін. Selection, holding, selection. Жоғары жақтан жылжыттық. Привязканы қосамыз. Мында қойдық. И биіктіктен мына жерден көтереміз. Мына жерге. Молдинг өте үлкен екен. Мынаны масштаб етейік. Профиль гизмадан шықты.
керек екен, мыналар тұру керек екен. Бұлар өшіп кетсе, анау да өшіп кетеді. Так, мына қараңыздар, есіктің төңірегіне келді да, мына жерді кесіп өтіп отыр. Бізге осы жерді кесіп тастау керек. Ол үшін convert to editable poly addressке өтеміз. Мына жерді белгілеп аламыз. Connect дейміз. Connect екеу жасаймыз. Жоғары жақтан қараған кезде сонда бізде мына жерден бөлінді. И мына жерден бөлінді. Окей. Потом полигонға өтеміз. Ортасын белгілейміз. Дәлдеп тастаймыз. То есть connect біздің полигонды былай екіге бөлді. Көрдіңіздер ме? Ровно. И ортасындағы полигонды біз былай белгілеп дәлдеп тастадық. Енді точкаға өтеміз. Мына жақты алдық. Жоғарыдан қараймыз. Масштабқа өтеміз. И X бойынша былай тартамыз до конца. Пока линиялардың бәрі тепті X болғанға дейін. X осі бойынша ғана басқа жаққа тартып жүрмеңіздер. Басқа жаққа тартсаңыз өзгеріп кетеді. Мына жақ жіңішке, мына жақ қалың болып кетеді. До конца тарттық. Потом жылжытуға басамыз. И есікке дейін алып келдік. Екінші жақты тоже аналогично. Дәл солай. Масштабты бастық. X осі бойынша турлаймыз. Тартып турлаймыз. До конца түп-түзу болғанға дейін. Түп-түзу болды. Переместить. X осі бойынша есікке дейін тақаймыз. Біздің қазір жасаған зат мынандай. Потом бордерға өтеміз. Ctrl-A Cap. Жабылды. Unhide all. Көрдіңіздер ме? Уже үйдің виді шығып отыр. Snapты өшіріп тастап, кішкене бүйтіп көз мөлшерімен қарап көруге болады. Қай жерге қойсақ болады. Терезені ровно астына қойып қойсақ та болады. Мына жерлерге қоюға да болады негізі. Аны былай қойсақ, пока. Если ұнамай жатса, кейін алып тастаймыз. Так, есіктерге, терезелерге. Сабақ қанша уақыт жүріп отыр? 12 минут. Екен уақыт әлі. Бір терезеге қараймыз. Мына left бірінші топтан сызатын едік қой. Кез келген нәрсе. Енді left-тен сызамыз. Left-ке өтеміз. Create свиток. Потом shapes. Shapes ішіне rectangle төртбұрыш. Привязканы қосамыз. Жоғары жағынан ұстаймыз да астыңғы терезеге. Көріп тұрсыз ба терезеге. Жасадық. Сразу convert to editable spline. Қараймыз, мына жақта тұр. Окей. Так, сплайнға енді бұған мындай карниз емес, терезеге уже плоский не жасау керек болады, декоративный элемент. Плоский декоративный элемент. Так, қандай жасақ болды? Топтан қараймыз, жоғары жақтан. Қасына жақындаймыз да. Line жасаймыз. Бастық Shift батырмасын басып тұрамыз ғой. Ctrl Corner болды барлығы. Shift батырмасын басып тұрып, дегенен бастық. Тағы бір рет мышканы бастым. Так, мына жерден бастым біреу. Былай бастым, былай. Қайтадан былай. Былай. Бастық, окей. Convert to editable spline. Точкаға өтеміз. Мынаны алып, жылжыттық былай. Баста қарай түсіреміз кішкене. Түсірдік. Бәрін аламыз да.
масштабпен турлаймыз бәрін. Хотя болмайды екен. Точка сплайнға. Былай белгілейміз. W жылжыту. Біріншісіне турладық. Мынаны ұстаймыз, екіншісіне турлаймыз. Үшіншісіне турлаймыз. Аламыз. Жаңа жаққа турлаймыз. Аламыз. Біріншісіне турлаймыз. Так. Кнопка Create. Box. Жаңа жаққа көтердім. И жылжыттым. Размерін көрейік. Модификаторға кіреміз. Свиток 73 бізге қалай болады екен? 20 дейік. Толщинасын. Так, сегмент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сегмент болсын. Былай бір сегмент болсын. 2 сегмент. Жылжытамыз, мұнда қоямыз. И мына сплайнды сонымен турлап шығамыз. Біріншісін ұстадық, мұнда жабыстырдық. Мұнда жабыстырдық. Сонда бізде размер точно болады. Ұстадық. Осьте жатыр едік. 2 точканы алдық, жоғары жаққа қойдық. Былай точканы алдық. Мына жаққа қойдық. Астынан ұстаймыз. Мұнда қоямыз. Жақты ұстаймыз тоже. Мұнда қоямыз. Жылжытамыз, мұнда қоямыз. Жылжытамыз, мұнда қоямыз. И жылжытып көреміз. Бәрі идеаль. Қайттан точкаға өтеміз. Ішіндегі точкалардың бәрін белгілеп аламыз. И файлды жасаймыз. Топтамалық болу керек осылай. Точкаға өтеміз қайттан. Сыртындағы точканы алып, сәл ішке жылжытамыз. Так, кнопка S өшіріп қоямыз, привязканы. Примерно осындай аламыз. Окей. Мынау керек емес, өзінің қызметін атқарды. Так, бізде линия бар, жүріп өтетін, профиль бар. Модификаторға кіреміз. Bevel профиль, пик профиль, аны бастық. Бізге бұлай сыртынан жасап берді. Bevel профильге кіреміз, профиль гизма. Гизма мұна көріп тұр. Айналдыруды басамыз. Так. Привязканы қосып қоямыз 90 градуспен. Былай тұрсын. Ол енді бір нәрсе бар. Дәл осыны жоғарыдан қараймыз. Терезеге жабыстырамыз. Привязканы қосамыз. Какой-то терезе бар уже. Копия жасаймыз. Так, идеально түсті бәрі. Кухнядағы пилястраны осылай жасайды. Орыстардың үйлеріне ұқсап бардыр жаймен. Дәл осыны басқа терезелерге қойып шығамыз. Былай қарап тұр. Mirror кнопканы басамыз. X осі бойынша отрез дейді. Y осі бойынша, Z осі бойынша, X бізге былай теріс қарады. Окей.
жоғары жақтан қараймыз. Жылжытамыз, жақлатамыз, ұшынан ұстаймыз да қабырғаның сыртына. Екінші үйдің сыртында тұр. Мына жерде үлкен бір қалыпты. Спайнға өтеміз. Точканы аламыз, екі точканы выделить етеміз, жоғары жақтан қараймыз. Аламыз да жерге қоямыз. Тастаймыз, қосамыз. Бәрі оңай болып кетті. Копия жасаймыз мына жаққа. Окей. Жоғарыдан қараймыз. Привязканы қосамыз. Привязканы, кстати, біз 45 градусқа. 92. Айналдыру. Мына жағы узор жақ сыртқа қарап тұру. Ұштан ұстадық. Ұшына ұстаймыз. Ұштан ұстап. Терезелерде обрамление бар. Ctrl-A. Модификатордың бәрін белгілеп аламыз. Бір кішкене дұрыстап қарау үшін. Бәрін белгілеп аламыз. Потом мына жерден қара түс береміз. Окей. Глэй емес, шейдинг деген режимге кіреміз. Қап-қара болып тұр. Сосын М деген кнопканы басамыз. Екі рет басамыз. Ctrl-A барлығын белгілейміз. Стандарт материалды екі рет бастым. Assign material to selection. Белгіленген материалды осы материалға қолдандырып тұрып бастық. И show shaded material in viewport бастық. Так, енді уже келесі сабақта крышаны до конца доработать етеміз, фундаменттерді жасаймыз, декоративный частьтерін бәрін жасап шығамыз. Муштан алып тастаймыз, көреміз. Мен де түні бойы жұмыс жасап отырмын, шаршап отырмын. Келесі сабақ точно уже барған сайын сабақ көріп отырсыздар, күрделеніп отыр. Материалдар, то есть модификаторларды үйреніп отыр. Келесі сабақта материалға кішкене шолу болады. Егер үлгерсек модель дейді полный барлығы. Сосын жақын арада корона рендер деген орнатудың видеосын жасаймын. Каналға жазып қоямын, қарап көріңіздер. 3D Max пен материалды қалай, шынайы материалды қалай настроить етуге болады. Сондай видео болады. Соны, то есть сол программаны орнатудың видеосы болады. Сосын келесі видео сол материалға байланысты. Материалдарға уже жақындап келіп қалдық. Бұл енді қарапайым сабақ, экстерьер, кейін ішкі интерьер жасаймыз. Кішкене дизайн тұрғысынан біраз жұмыс жасау керек болды. Свежий басқа жұмыс жасау керек. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, сәттілік тілеймін. Қиналмай жасаңыздар, сабақ қиындап бастап жатыр, түсінемін. Табандылық көрсетіп, сабыр сақтап үйреніңіздер, жемісін көресіздер. Сау болыңыздар.